Шығыс Қазақстан облысында басталған құрылыстар уақытылы аяқталмайтын жайт жиі кездеседі. Солардың бірі Ұлан ауданында салынып жатқан спорт кешені. Былтыр пайдалануға берілуі тиіс ғимарат әлі бітпеген. Табри ауылындағы бұл дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы 2021 жылдың сәуір айында басталған болатын. 5000-нан астам халқы бар елді мекеннің жастары үшін салынып, спорт нысаны былтыр желтоқсан айында ел игілігіне берілуі тиіс еді. Алайда жұмыс жобадағыдай жүрмеді. 2022 жылы құрылыс материалдарының қымбаттауына байланысты және жұмыс жобасында абаттандыру және шағын архитектуралық форма қарастырылмағандықтан түзетулер жүргізілді. Қазіргі таңда абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Құрылыстың аяқталу мерзімі осы ағымдағы жылдың 4-ші тоқсаны. Спорт кешенінің құрылысы басталғанда ауыл халқы қуанған. Аудан орталығы статусынан айырылған соң ауылымыздың жағдайы төмендеп, жастар баратын жер қалмап еді. Енді түзелер деген үмітіміз де ақталмады деп налыды ауыл ақсақалдары. Өсіп келе жатқан жеткіншектері бар, келешектері бар. Оларға ол спорт бәріне қажет нәрсе балам. Ол уақыты бітіру керек болатұғын. Оның бәрі әкіметтің қолындағы нәрсе. Сол ақшаның уақытында бөліп, уақытында істеп бітіру керек болатын. Ауыл әкімдігіндегілер бұл кешеннің кешеуілдеуіне қатысы жоқ екенін айтып бастарын ала қашты. Десе де ғимараттың тез біткенін қалайтындарын жасырмады. Табри ауылындағы мектепте 306 оқушы бар. Бұл спорт кешенінде жалпы негізі жоспарда бокс үйірмесін ашу, футбол үйірмесін ашу, көптеген балалар спорт үйірмелеріне қатысады деген жоспар бар. Ал құрылысты салып жатқан мердігердің учаске бастығы қаражатқа байланысты жұмыс жоспар бойынша аяқталмады деп түсіндірді. Бірақ оның сұхбат беруіне компания басшылары рұқсат бермеді. Шығыс Қазақстаннан Жанболат Санет, Атамекен бизнес арнасы.